Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 123-ші сабақтың тақырыбы дара және күрделі сын есім. Балалар, бүгінгі сабақта сен сын есімдерді ажыратасың, мәтін мазмұны бойынша өз ойыңды айтасың және де диалогке қатысасың. 9-шы жаттығу: мәтінді тыңда. Қазіргі кезде ғарышты игеру жылдам алға басып келеді. Аз ғана уақытта жер төңірегіне 2000-ға жуық жасанды серік ұшырылды. Жердің жасанды серіктері халық шаруашылығына үлкен қызмет көрсетеді. Ғарыштан түсірілген суреттер ауа райын болжауға мүмкіндік береді. Жасанды серіктер арқылы телехабарлар таратылады. Алыс жерлермен радио, телефон байланыстары жүргізіледі. Көптеген елдердің ғарыш кемелері біздің республикамыздағы Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылады. Мәтін дүниетану анықтамалығы кітабынан алынған. Ал балалар, енді осы мәтін бойынша тапсырмаларды орындап көрейік. Тыңдаған мәтін мазмұны бойынша өз ойыңды айт дейді. Балалар, қазіргі кезде осы ғарышты игеру өте жылдам, қарқынды дамып келе жатыр екен. Аздаған уақыттың ішінде осы 2000-ға жуық жасанды серік ұшырылған. Бұл осы жасанды серіктің пайдасы қандай? Осы ғарыштан түсірілген суреттер арқылы осы ауа райын болжауға болады екен. Және де осы жасанды серіктің арқасында мысалы радио байланысы, телефон байланысы, интернет байланыстары жақсы жүргізіледі екен. Барлық сол байланыстардың барлығы осы жасанды серік арқылы жүзеге асып отырады екен. Келесі тапсырма: энциклопедиядан Байқоңыр ғарыш айлағы туралы біліп ал. Балалар, Кеңес одағының жоғары басшылығы Байқоңырды ғарыштық зерттеулер үшін негізгі алаң ретінде таңдап, оны Қарағанды облысының Жезқазған ауданынан 200 км қашықтықта орналасқан шөлді аймаққа орналастырған екен. Қарамен жазылған сөздер сын есімнің қай түріне жатады? Балалар, мәтіндегі қарамен жазылған сын есімдер үлкен, алыс деген сөздер. Бұл үлкен, алыс сын есімдері дара сын есімдерге жатады. Келесі 10-шы жаттығу: сендер ғарыш айлағына бардыңдар. Ғарышқа ұшқалы жатқан ғарышкермен кездестіңдер. Ғарышкерге қандай сұрақ қояр едіңдер? Бірің ғарышкер, бірің тілші болып, бір-біріңмен сұхбаттасыңдар. Балалар, тапсырманы келесі бетте орындайық. Ал балалар, біріміз тілші болып, біріміз ғарышкер болып, мына жерде жазылған сұрақтар мен жауаптарды оқып, бір-бірімізге сұхбат жасайық. Тілші: ең алғаш ғарышқа ұшқанда қандай сезімде болдыңыз? Қорқыныш болды ма? Дегенде ғарышкер былай жауап береді: иә, алғаш ұшарда қорқыныш, қобалжу сезімі болған. Бізбен мамандар жұмыс жасады. Қорқыныш сезімін жеңіп, ғарышқа аттандық. Тілші: ең бірінші ғарышқа ұшқанда неше жаста болдыңыз? Ғарышкер: ол кезде 30 жаста едім. Тілші: жердегі атмосфера мен көктегі қысымның ерекшелігі бар ма? Айырмашылығы қандай? Ғарышкер: иә, әрине, айырмашылығы бар. Жердегі атмосфера бір бөлек. Аспанға көтерілгенде тыныс тарылып, ауа жетпей тұрғандай, жүрек айну қалыпты құбылыс болып саналады. Тілші: ғарышқа ұшарда қандай да бір қатаң ұстанатын ережелер мен кеңестер бар ма? Ғарышкер: иә, жерде көлік жүргізгенде ұстанатын ережелер секілді ұшу аппараттарында да өзіндік ережелері бар. Тілші: ұшқыш болуды армандайтын іні қарындастарыңызға қандай кеңес немесе тілек айтар едіңіз? Ғарышкер: ұшқыш болуды армандайтын іні қарындастарыма жүректе қайсарлық болу керек. Ештеңеден қорықпаңыздар, батыл болыңыздар. Сабақты жақсы оқу керек. Білімділік бізге ешқашан артықтық етпейді. Және де салауатты өмір салты болу керек. Міне балалар, осылай бір-бірімізге әртүрлі сұрақтар қоя отырып сұхбат жасауға болады.
11-ші жаттығу: берілген сын есімдерді қатыстырып сөйлем құрап жаз. Қызыл ала, жасыл, сары ала, көк ала. Сын есімдердің астын сыз және де дара, күрделі екенін айт. Менің қарындасыма әжем базардан қызыл ала көйлек сатып алып келді. Мен жасыл қарындашымды жоғалтып алдым. Сары ала балапандар анасымен аулада жем жеп жүр. Кеше көк ала бие құлындады. Бұл жердегі балалар қызыл ала, сары ала, көк ала күрделі сын есімдер болып табылады, ал жасыл сын есімі дара сын есімге жатады. Күрделі сын есімдер мен дара сын есімдердің не екенін есімізге түсіре кетейік. Күрделі сын есімдер дегеніміз екі немесе одан да көп сын есімдерден құралған сөздерді сын есімдер дейміз, ал бір ғана сын есімнен тұратын сөздерді дара сын есімдер деп айтамыз. 12-ші жаттығу: өзің қалаған бір сын есімді таңдап ал. Сол сын есім туралы жоспар бойынша әңгімеле. Балалар, мен қызыл деген сын есім сөзін таңдап алдым. Енді төмендегі жоспар бойынша, сұрақтар бойынша әңгімелеп көрейік. Бұл сын есім қандай сұраққа жауап береді? Бұл қызыл сөзі қандай деген сұраққа жауап береді. Нені білдіреді? Бұл қызыл сөзі заттың түсін білдіреді. Үшінші, мағынасы жағынан қай зат есіммен байланысады? Мағынасы жағынан, мысалы, қызыл шие, қызыл алма, қызыл қызанақ, қызыл көйлек деген сияқты әртүрлі зат есімдермен байланыса береді. Төртінші сұрақ: дара ма әлде күрделі ме? Қызыл сын есімі дара сын есімге жатады. Ал балалар, келесі 13-ші жаттығу: сурет бойынша сын есімдерді қатыстырып, мәтін құрастырып жаз. Балалар, бұл біз суретте ғарыш әлемін, аспан денелерін көріп тұрмыз, демек біздің құрайтын мәтініміз осы ғарышқа, аспан денелеріне байланысты болу керек. Ержан алғаш рет ғарышқа ұшты. Ғарыш әлемі Ержанға өте қызық болып көрінетін еді. Шынымен де қызық болды. Бұған дейін ол жұлдыздарды өте кішкентай деп ойлайтын еді. Бірақ ол ойлағанынан да өте үлкен екен. Ол арманының орындалғанына іштей қуанышты. Айда жерден қарағанда кішірек сияқты көрінгенмен өте үлкен әрі жарық көрінеді. Жұлдыздар ерекше жарқырап, Ержанға керемет көңіл-күй сыйлады. Аспан әлеміне саяхат осылай көңілді аяқталды. Балалар, бұл жерде біз қандай сын есімдермен байланыстырып сөйлемдер құрадық? Қызық сөзі, мысалы, қандай деген сұраққа жауап береді, және де кішкентай сөзі қандай деген сұраққа жауап береді. Сонымен қатар үлкен сөзі қандай деген сұраққа жауап береді. Кішірек қандай? Кішірек. Жарық қандай? Жарық. Ерекше қандай? Ерекше сын есімге жатады. Керемет сөзі де сын есімге жатады. Және де көңілді сөзі де қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни біз көп деген сын есімдерді қатыстырып сөйлем құрадық. Ал балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге осы сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде осы каналға тіркеліп, және де видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде алда шығатын сабақтарды бірінші болып оңай көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін де рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.